Алғашқы сұрағым, егер осы сайлауға қатысып жатқан депутатқа үміткердің артында қандай да бірнеше заң бұзушылықтар табылып, үстінен арыздар түскен жағдайда ол үміткердің алдағы тағдыры қандай болмақ? Сол туралы айтып берсеңіздер. Сіздің сұрағыңызды тағы бір қайталап жібересіз бе? Түсінбей қалдық. Жақсы, әрине. Депутатқа үміткердің артында бірнеше заң бұзушылықтар анықталса, және де дәл осы қазіргі периодта үстінен қандай да бір арыз шағымдар түсіп жатса, ол үміткердің алдағы тағдыры қандай болмақ? Негізі ең алдымен мына үміткерлерді қазір ұсыну кезең аяқталды деп жатырмыз ғой. Сол кезеңде ең алдымен ұлттық заңнамаларға, яғни конституцияға, сонымен қатар сайлау заңына, конституциялық сайлау заңына сәйкестігі анықталады. Ол кезде ол кісінің бұрын қылмысы болды ма, өтелген, өтелмеген, немесе жемқорлық қылмыс, құқық бұзушылық жасады ма, соның бәрі тиісті органдарға біз сауал салып анықтаймыз. Егер тиісті органдар бізге ол кісінің қандай да бір өтелмеген қылмыстық жазасы болса, немесе жемқорлыққа қатысты бір істілігі болса, оны бізге тиісті органдарға жеткізіледі. Ондай адам былай қараған кезде өз-өзін ұсына алмайды, яғни сәйкестілігі анықталмайды. Менің нақтылағым келіп отырғаны, ол бұрынғы өтіп кеткен периоды емес, дәл қазіргі кезеңде енді түсіп жатса үстінен арыз шағымдар. Онда қалай болмақ? Оны біз анықтамаймыз, оны тиісті құзыретті органдар анықтап, біз тек қана ол мекемелерге сауалнама жібереміз, ол кісілер бізге сол тиісті жауабын береді. Ал оны жеке біз өзіміз ол кісінің бұрын немен айналысқан, қандай да бір қылмыстық ісі бар ма, жоқ па, оны біз өзіміз анықтай алмаймыз. Тек сол тиісті органдардан анықтамалар келген кезде, соның негізінде ғана біз жұмыс істейміз. Жақсы, сіздерге сол фактілерді ұсынғаннан кейін сіздер қандай әрекеттер қолданасыздар? Яғни ол кісілерге отказ дейміз ғой? Отказ беріле ма, әлде қалай? Иә, заң бойынша, егер бізге тиісті органдар қандай жауап береді, соның негізінде ғана жұмыс істейміз біз. Жақсы, рахмет. Және де бастапқы сәтте әріптестерім жарна туралы сұрақ қойған болатын, сол туралы қазақша айтып бере кетсеңіздер. Иә, жарна туралы айтқан кезде жалпы парламент мәжілісіне депутат ретінде өзін-өзін ұсынған адамға жарна көлемі, яғни ең төменгі жалақының 15 еселенген мөлшері төленуі керек, сайлау жарнасы. Яғни ол дегеніміз қазіргі кезде өздеріңізге мәлім, 2023 жылдың қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 70 мың теңге, сонда есептесеңіз 1 миллион 50 мың теңге болады мәжіліске ұсынып жатқан адамдар. Ал мәслихатқа ұсынып жатқан адамдардікі 350 мың теңге, яғни 5 мың ең төменгі жалақы көлемінің 5 көрсеткіші болады. Кандидат өтпей қалған кезде жағдайда жарнаның қайтарылмау мәселесіне келетін болсақ, кандидатқа жарна қандай жағдайда қайтарылады? Бірінші, ол кісі сайлаудан жеңіп шығып өтсе, сонымен қатар жалпы дауыс берушілердің 5%-нан астамының дауысын жинаса, сонымен қатар заңда анық көрсетілген, егер кандидат қайтыс болған жағдайда ғана қайтарылады. Одан басқа жағдайларда ол қаражат, сайлау жарнасы мемлекеттің қазынасына түседі. Жақсы, рахмет. Сұрағым жоқ.